Қайырлы күн, достар. Бүгін өте дәмді, ерекше жүгері қосылған сорпа дайындайтын боламыз. Жүгері қосылған сорпа өте пайдалы диеталық тағам. Жүгерінің құрамында дәрумендер, фосфор, мыс, темір элементтері бар. Жүгеріні тек салаттарға емес, сорпаға да қосуға болады. Әуелі пиязды, сарымсақты қызып тұрған майда қуырып аламыз. Оның үстінен қызанақты салып, оны да араластырып қуырамыз. Содан соң туралған етті саламыз. Араластырып отырып қуырып аламыз. Сопақша етіп туралған сәбізді салып араластырамыз. Содан кейін туралған капустаны, баклажанды, кабачкиді салып қуырып аламыз. Үстінен болгар бұрышын саламыз, жақсылап араластырамыз. Картопты да үстінен салып қуырып аламыз. Үстінен көк пиязды саламыз. Содан соң укроп салып қуырамыз. Соңынан туралған жас соғықты салып, барлығын араластырып, үстінен сорпаны немесе суды құйып, қақпағын жауып 45-50 минуттай қайнатамыз. Тамақты қонақтарға ұсына беруге болады. Міне достар, өте керемет, дәмді, ерекше жүгері сорпасы дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің ерекше рецепттерімнің бірі. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып, лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.